Сәлем достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Сәлем YouTube көрермендері. Бүгін мінекей кезекті видео, көптен бері видео шықпады. Инстаграмдағы жалпы жеке аккаунтты қалай бизнес аккаунтқа айналдыру, сол туралы түсірем. Бизнес аккаунт не үшін керек? Қандай артықшылықтары бар, көрсетеміз. Мысалға, мынау менің жеке аккаунтым. Мына жерде мысалға ештеңе жоқ. Мына жерлерде қазір мен көрсетейін яқтан. Бизнес аккаунт мына жерде изменить промоакция, позвонить деген кнопкалар бар. Ал мына жақта қазір жеке аккаунтта ондай мүмкіншіліктер жоқ. Соны қалай аударамыз? Ол үшін настройкаға кіреміз мына жаққа. Настройка. Мына жерде аккаунт деген бар настройканың ішінде, соны басамыз да. Жоғарыда преобразовать в аккаунт компании дегенді басамыз. Продолжить. Барлығына продолжить баса береміз. Сосын қайнемен жалғастырасыз Facebook аккаунтпен. Соны қоясыздар. Мына жерде серік деген таңдайын. Электронный адрес және телефонын сұрайды, жазасыздар. Готово. Готово басып қойсаңыз болды. Бизнес аккаунтқа өтеді. Перейти в профиль. Не көрдіңіз ба? Позвонить деген мына кнопка шықты. Және электронный письмо. Үстінен бассаңыз, сразу маған соға бере алады. Сосын мына жақта мысалға роликтердің астында продвигать деген мынандай кнопкалар шығады. Посмотреть статистику. Жаңа жеке аккаунтта бұлар жоқ болатын. Статистика қарайтын болсақ, осындай бүкіл статистика көрсетіп тұрады. 33 лайк, 9 комментарий, 3 флажок дегендей. Осындай мүмкіндіктері бар. Егер пайдалы болса, лайк басыңыздар. Қандай видеолар керек сізге, комментарияға жазып отырсаңыздар. Келесі видеоларды шығарып отыратын боламыз. Және мынау менің жеке аккаунтым Instagram. Тіркеліп қойыңыздар мына жерге. Қош сау болыңыздар.